Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге түскі немесе кешкі асқа өте жеңіл дайындалатын тағам түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен салмасына 400 грамм фарш және 4 дана пиязды майдалап саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және кез келген өзіңіз ұнататын приправаны, дәмдеуішті қоссаңыз болады. Фаршымызды жақсылап араластырып біріктіріп аламыз. Фаршқа қолымызбен дөңгелектеп форма береміз. Фаршымыз дайын болды. Табамызға дайын макарондарымызды саламыз және бетіне фаршымызды қойып шығамыз. 1 бокал суға 2 ас қасық томат пастасын қосып, макарондарымыздың үстіне құйып шығамыз. Макарондарымыз толық пісіп шығу үшін бұл 1 бокал жеткіліксіз, сондықтан тағы 1 бокал су құямыз. Жай отта 35-40 минутта пісіріп аламыз. Асымыз дайын. Тағы да дәм беру үшін сырымызды теркадан өткізіп, салып, 5 минутқа қақпағын жауып аламыз. Тағам өте тез, оңай, ешқандай қиындықсыз жасалады. Жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Келесі видеоларымда кездескенше аман сау болыңыздар.